Қалайсыздар? Бүгінгі біздің кезекті демалысымыз осындай паркте жүруге арналады. Біз міне мындай паркке келдік. Ең алдымен картасын көрсетіп жүрейін. Біз қазір мына жердеміз. Қазір осы паркты аралап, сіздерге қызықты жерлерді көрсетіп бөлісетін боламын. Әзірге осындай. Бұл айтпақшы жаңағы мемлекетпен қорғалған парк. Ішінде енді нақты білмейміз, бірақ жануарлар, әртүрлі жабайы құстар болсын болуы мүмкін. Күн ауа райы да керемет болып тұр. Не істеуге болады, болмайды деген нәрсе бар. Мен айтсам да құстар бар екен. Сосын бұл жерде қоқыс тастауға болмайды, музыканы қоюға болмайды, шөптерді жұлуға болмайды депті. Сосын өзенге балық қосуға болмайды, тастауға болмайды деген сияқты өзінің ережелері бар. Бұндай негізі жазбалар, ережелер негізі барлығы дерлік парктерде болады. Сақтық шаралары деген сияқты. Байқаған боларсыздар, парктың ешбір жерінде қоқыс салатын жәшіктері жоқ. Қазір алдағы уақытта да видеодан көретін боласыздар. Яғни бұл жерде келген адамдар қоқыстарын өздерімен бірге алып кетеді. Яғни парктың аумағына ешқандай да қоқыс тастауға болмайды. Айта кететін жайт, Жапонның әрбір үлкен болсын, кішкентай болсын парктерінде осындай жаңа дәретханалары болады. Білмеймін, енді Қазақстанда да бар болуы мүмкін, мысалы осындай дәретханалар болады. Бұл дәретханалардың іші түгелімен толықтай жабдықталған. Мысалы, көрсетіп шығайын. Мынау жуынатын жерлері, жарық өзінің жанында, бұл жерде автоматтандырылған. Сабынға дейін бәрі бар екен. Негізі барлық толық дәретханада осындай болады. Мен бір ішін көрсетіп, бір несін көрсете салайын. Мысалы, мынау бір дәретханасы, ішінде қағазы бар, міндетті түрде болады, осының жабдықтары. Және өте тап-таза болады. Мысалы, мына жерде мен қоятын да мынандай бар, орындықтары бар балаларға арналған. Осындай. Бұл ерекшелік деп ойлаймын, осы Жапониядағы бүкіл дәретханалар, мысалы метродағы дәретханалар болсын, бәрінде де дәретхана жабдықталған толығымен, тап-таза. Сосын мынау міне балалар мен анаға арналған дәретхана. Қазір ішін ашып көрейік. өзіне жарат, барлық жабдықтар бар.
мысалы жуындыратын деген сияқты жері. Мына жерде мысалы мынау жаңағыдай памперстарын ауыстырып сөйтіп қолданса болады. Бүкіл жабдықталған деп айтсақ қателеспейміз. Осындай. Осы жерде жапондықтардың осындай табиғатқа, саябақтарға деген махаббатын, жаңағы сүйіспеншілігін айта өткім келеді. Себебі жапондықтар мысалы бір ағаш өсіп тұрса, мысалы бір қураған болсын, немесе бір жері сынған болсын, олар оны түбімен шауып тастамайды. Керісінше сол ағашқа жаңағыдай екінші бір дем береді, әдемілейді, немесе айналасына тағы да бір майда ағаштар немесе гүлдер отырғызып, сол жерді мысалы шетелдіктер келген кезде жаңа көрініс алаңына айналдыра алатын халықтардың бірі болып саналады.